Ассаламу алейкум, сәлем баршаңызға. Сіз қара нанның пайдасымен қоса оның зиянды екенін де білдіңіз бе? Ендеше менің видеомды соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қара бидай нанының пайдасы. Қара нанның ақ наннан бірнеше артықшылығы бар. Ол қара нанға диетологтар, денсаулық сақтау мамандары мен салауатты өмір салтын ұстанушылар арасында жақсы бедел береді. Қара нанның құрамында сіңірілмейтін қатты талшықтар көп. Бұл талшықтар талшық деп те аталады. Ол тағамның сіңуін жақсартады, ас қорыту жүйесін тұрақтандырады. Сонымен қатар қара бидай наны денеден зиянды улы заттар мен токсиндерді кетіруге көмектеседі. Сондықтан ішек аурулары бар адамдарға ұсынылады. Калория мөлшері аз. Нан неғұрлым қара болса, құрамында қара бидай ұны көп болады. Тиісінше калория мөлшері де аз болады. Сонымен 100 грамм қара нан үшін 174 килокалория бар. Ақ түстен айырмашылығы, оның 100 граммында 250 килокалория бар. Сондықтан арықтағысы келетіндердің барлығына ақ нан емес, қара нан жеуге кеңес беріледі. Әрине, бұл төмен калориялы өнім емес, бірақ ол әлі де диеталық болып саналады. Себебі ол қанықтылықтың жоғары болуымен ерекшеленеді. Бұл адамға қанықтылық сезімін тудырады. Қара нанның құрамында маңызды амин қышқылдар мен дәрумендер бар. Қара бидай дәні ақ түсті жасалған бидай ұнының құрамы мен пайдалы қасиеттерінен іс жүзінде ерекшеленбейді. Алайда бидай дәндеріне қарағанда қара бидай өңдеу процестеріне әлдеқайда төзімді. Сондықтан ол әлдеқайда пайдалы компоненттерді сақтайды. Анемияға тиімді және жүкті әйелдерге пайдалы. Қара бидай наны магний мен темір сияқты микроэлементтерге бай. Олар қан жасушаларының пайда болуын ынталандырады және ұрықтың дұрыс қалыптасуына ықпал етеді. Қара нан гемоглобинді де қажетті деңгейге көтереді. Ауыр ауруларға қарсы жақсы профилактикалық әсері бар. Қара бидай нанын үнемі тұтыну қатерлі ісіктердің пайда болу қаупін төмендетеді. Бұл өнімге және қант диабетінің пайда болуына жол бермейді. Зерттеулерге сәйкес, ғалымдар ақ нанның орнына қара нан жейтін әйелдердің қант диабетіне 3 есе аз сезімтал екенін анықтады. Қара бидай нанының зияны. Айтарлықтай артықшылықтардан басқа, қара нанның дәрігерлер мен диетологтар ұсынғанына қарамастан, оның зияны туралы айтуға негіз бар. Денеге нашар сіңеді. Біздің организм қара нанның витаминдері мен пайдалы микроэлементтерін бидай ұнынан жасалған нанға қарағанда баяу өңдейді. Бұл асқазанға қосымша жүктеме береді. Сондықтан тек қара бидай нанын қолдану мүмкін емес. Кейде оны ақпен алмастыру ұсынылады. Қара бидай наны бидайға қарағанда қышқыл. Бұл қасиет көгерудің пайда болуына қарсы тұруға мүмкіндік береді. Бірақ бұл қасиет қышқылдық немесе ойық жара сияқты ішек ауруларымен ауыратын адамдар үшін де қауіпті. Егер тәулігіне 100-150 граммнан аспаса, қара нан зиян келтірмейді. Егер сіз қара нанды қуырылған етпен жесеңіз, күйдіргі тудыруы мүмкін. Сондықтан оны сүтпен, жаңа піскен көкөністермен және сорпаларымен тұтынған дұрыс. Қара наннан максималды пайда алу үшін басқа да көптеген тағамдар сияқты оның ақылға қонымды мөлшерде жеу керек. Егер сіз бұл пісіруді ұтымды пайдаланбасаңыз, қара нанның сізге зиян алып келетіні сөзсіз. Егер де мені видеомды соңына дейін қарасаңыздар, сіздерге алғыс айтам. Ендеше мен арнама тіркелмесеңіз тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Гүлназ.